үлкен берекелі болып шығатын, қарапайым үйде бар заттардан дайын болатын алмалы пирогты бірге жасап көрейік. Рецептін описаниядан көрсеңіздер болады. Алмаларды майдалау етіп турап, үстінен 3 ас қасық қант, 1 ас қасық корица салып, араластырып бір шетке алып қоямыз. Жұмыртқаға қант салып, аппақ масса болғанша көпіртіп аламыз. Үстінен сүт, сұйық май құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Көрсетілген мөлшердегі ұнды салып, үстінен разрыхлитель салып, тағы да бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Дайын болған қамырды шетке алып, үстіне посыпкасын жасап аламыз. Көрсетілген мөлшердегі ұн, қант, сары майымызды бәріні қолымызбен мұжып, крошка етіп аламыз. Листімізді майлап, үстінен қамырды қойып, оның үстінен алмадан ажыраған суын төк тастап, алмасын салып, үстінен посыпкасын шашып, тоқ пешіне 40-45 минутке жібереміз. Пісіп шыққаннан кейін қалауыңыз бойынша қант ұнтағымен әдемілесеңіздер болады. Осымен өте дәмді жұмсақ пирогымыз дайын болды. Пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаған болса сақтап алып, лайк басып, менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолар көп болады. Астарыңыз дәмді болсын.